Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы білім берудегі әлеуметтік желі қызметі. Бұл жерде тақырып бойынша әлеуметтік желілердің білім берудегі маңызы. Бұл жерде біздер ақпарат алмасу құралы ретінде қолданамыз. Қашықтан оқыту мүмкіндігін береді. Әлеуметтік желілер ынтымақтастық пен коммуникацияға жол ашады. Шығармашылықпен және өзін дамытуға көптеген үлесін қосады. Жалпы әлеуметтік желілер білім берудегі негізгі қызметтері оқу ресурстарымен бөлісу, талқылау алаңдарын құру, мотивация мен шабыт беру, кері байланыс және бағалау, сонымен қатар білім беретін контент жасау құзыреттіліктеріне ие. Осы орайда білім беру мақсатында қолданылатын танымал әлеуметтік платформаларға тоқталатын болса, қазіргі уақытта YouTube арналарында мысалы көптеген профессорлар, оқытушылар, мұғалімдер өзінің бейне сабақтарымен бөлісуде, WhatsApp желілері арқылы түрлі ақпараттармен бөлісуде. Сонымен қатар Facebook желілері арқылы, Google мүмкіндіктері, контакты, Telegram сияқты каналдарда білім алуға әлеуметтік желілерден де білім алу мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар Instagram қазіргі кезде ең танымал болып жатырған прямой эфирлерді, яғни әлеуметтік желіде TikTok, Instagram желілерден де білім алу мүмкіндіктері және білім беруді қашықтан ұйымдастыруға мүмкіндіктері кеңінен тарауда заман ағымына сәйкесті. YouTube желісі бұл бейне материалдар хостингінің сервистерін ұсынады, яғни негізін салушысы Стив Чен, яғни бұл жерде бұның артықшылықтары тіркелу тегін, әркім өзінің форматы бойынша видео сала алады, оны 5 тілмен қарауға болады ол салған видеоны. Соның ішінде қазақ тілі де қамтамасыз етілген. Сервер тартымдылары сатуға мүмкіндіктері бар. Осылайша кемшіліктері үлкен аудитория жоқ, әрдайым жаңа хабарды тарату керек. Бұл жерде порталда тыйым салынған әрекеттерді орындамау қажет. Сияқты өзінің YouTube желісінің бір заңдылықтары да бар. Сонымен қатар WhatsApp желісі. WhatsApp желісінде бұна Йохо компаниясы, негізін қалаушы Йохо компаниясында 20 жыл бойы жұмыс істеген Ян Кум және Брайан Эктон ашқан болатын. Бұл яғни әлеуметтік желінің мүмкіншіліктері жарнама мазмұнын көрсетпейді, әртүрлі қызметтерді ұсынылады, шифрлау мүмкіндіктеріне ие, әртүрлі операциялық жүйелер үшін қолжетімді болып табылады, хабарламалардың күйін көрсете алады және WhatsApp желісі арқылы яғни білімдерді тарату тегін болып табылады, тегін және қолжетімді. Бұл жерде кемшіліктері де бар. Бұл яғни тәуелсіз, сіз хабарлама жіберуден бас тарта алмайсыз. Ол жиі жаңартуды қажет етеді. Ол басқа да функцияларды баяулатуы мүмкін, мысалы көптеген сіздің байланысыңызға қажетсіз емес, көптеген ақпараттарды толтыру арқылы сіздің ұялы байланыс телефоныңыздың бағанағы жадын толтырып тастауы да мүмкін. Интернетсіз жұмыс істемейді. Бұл жерде Facebook арнасы, бұл жерде Марк Цукербергтің ойлап тапқан бағанағы әлеуметтік желіге әр секунд сайын 8 адам тіркеледі. Бұл жерде вирустық технологиялар енгізілген, қауымдастықты басқару оңай. Сонымен қатар сізге белгілі бір топтың мекен-жайын анықтауға мүмкіндік береді. Кемшіліктері жарнамалар ұсынғанымен олардың алгоритмі көбінесе олардың мазмұнын көру үшін ақша төлейтіндерді қолдайды. Сонымен қатар Facebook'тан басқа желілер үшін контентіңізді көре алмайды басқа желілер. Кемшіліктері Google, яғни Google ең танымал қазіргі уақытта әлемдік деңгейдегі ақпараттық технологиялар саласындағы ірі компания. Бұл әйгілі Google жобасының авторы Стэнфорд университетінің студенті Ларри Пейджа мен Сергей Брин. Яғни бұл жерде бұл Google желінің, яғни артықшылықтар жылдам әрі тиімді іздеу мүмкіндіктері бар,
тегін және қолжетімді қызметтері, бұлттық сақтау мүмкіндіктері, әртүрлі тілден мағлұматтар алуға болады. Бұның кемшіліктері де жоқ емес, яғни жекемендік мәселесі және жарнаманың көптігі, интернетке тәуелділік, ақпараттың сенімділігі жағынан кішкене белгісіздіктер туындауы үкіметтегі өзгерістер. Яғни бұл әлеуметтік жүйелі дегеннен көрі бұл жерде біздерде іздеу құрылғысы ретінде, банағы браузер ретінде көптеген мағлұматтар бере алады. Сонымен қатар бұл Google компаниясының өзінің ішінде вебинарлар өткізуге, әлеуметтік байланыс орнатуға, сайттары, платформалары сияқты әлеуметтік байланыс құралдарымен тікелей байланысты. Сонымен қатар ВКонтакте ресейлік желісі, бұл да ең ірі танымал әлеуметтік желі болып табылады. Бұның авторы Павел Дуров, яғни бұл жерде фото цитаталар салуға мүмкіндік бар, 70% адам қолданады. Қазіргі уақытта достар табуға мүмкіндік береді, яғни талқылаулар жүргізуге, соның сияқты әртүрлі өзіңізге каналдар арқылы өздеріңіз бұл білім ала аласыз. Бір кемшілігі бар, бұл жерде кемшілік іздеу, және бұл функция нашар орындалған іздеу функциясы уақытты көп талап етеді. Бұл жерде Telegram әлеуметтік желісі, Telegram мессенджері, яғни 2010 жылды Павел Дуров пен оның ағасы Николай Дуров құрған болатын. Бұл жерде жоғары деңгейде қауіпсіздік, жылдам және оңтайландыру, үлкен файлдарды, яғни оңтайландыру мүмкіндіктері бар, каналдар, боттар мүмкіншіліктері бар, және жекемендік мәселелері, кемшіліктері бар. Қоңырау сапасының орташа болуы, кейбір елдерде бұл әлеуметтік желіні бұғаттаған. Instagram өздеріңіз білетіндей бұл жерде фотосурет арқылы көптеген қызықты ақпараттарды, бейне ақпараттарды алу мүмкіндіктері бар, және кейде тәуелділікті арттыруы мүмкін, спамда жауапсыз адамдар көп болуы мүмкін. TikTok желісі қазіргі уақытта прямой эфир арқылы, сонымен қатар жасанды интеллект арқылы тарату мүмкіндіктері бар каналдарды, сіз ұсынған ақпараттардың аудитория жинау мүмкіншіліктері, яғни кейін қолданысқа аудитория жинау мүмкіндігіне ие. Сонымен қатар кемшілігі уақытты көп алады, құпиялық мәселелері, жалған ақпараттар тарату мүмкіндіктері, тәуелділікті туындатуы мүмкін. Осымен дәрісіміз аяқталды. Практикалық тапсырмаларға назар аударсақ, осы практикалық тапсырмаларды практика сабақтарында орындайтын боламыз. Дәріске келгендеріңізге рахмет. Дәріс аяқталды.